Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді бауыр мен картопты қуыратын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай бауырымызды жақсылап жуып, тазалап, ұзынша етіп барлығын турап аламыз. Содан соң қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, осылай жақсылап бауырды қуырып аламыз. Пиязымызды, картошкамызды осылай дайындап қоямыз. Осылай бауырды қуырып жатқан кезде тұз себеміз. Жақсылап қуырып аламыз. Сонда бауырымыз өте жұмсақ, дәмді болып пісетін болады. Міне енді кезекте үстіне пиязымызды салып және араластырамыз. Осылай пиязымызды араластырып болғаннан соң кішкене су тамызып, бір 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте картопты салатын боламыз. Картопымызды жақсылап араластырып, картопты да 10-15 минутқа қалдырамыз. Бетін жауып бұқтырып қоямыз. Осымен тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.